Баршаңызға сәлем. Бүгін біз дәл осындай өте ерекше, әдемі көрінетін, өте дәмді зебра құймақ әзірлейтін боламыз. Ең алдымен бізге бөлме температурасындағы айран қажет болады. Айранның үстінен 1 шай қасық сода араластырып қоямыз. Одан кейін 1 жұмыртқа қосып, үстінен қалауыңызша қантты салып, жақсылап араластырып аламыз. Келесі сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін керегінше ұн қосамыз да жақсылап араластырып алатын боламыз. Араластырған кезінде арасында ешқандай іртіктер қалмауы қажет. Біздің массамыз осылай болған кезінде оның үстінен қайнаған суымызды құйып, жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Міне біздің дайын болған массамыз осылай көрінетін болады. Енді оның арасына бізде жолақ жасау үшін осында үйде бар бөтелкемізді алып, басын кішкене етіп тесіп аламыз да. Дайын болған массамыздан кішкене бөлігін құйып, оның үстінен какао араластырамыз да, жақсылап шайқап алатын боламыз. Қызып тұрған табамыздың үстінен осылай какаоның араласқан бөлігін жақсылап спиралетіп айналдырып құйып шығамыз да, оның үстінен ақ бөлігін құйып, жақсылап екі бетінде пісіріп аламыз. Осымен біздің құймақтарымыз дайын болды. Егер де менің видеом ұнаған болса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.